Дәулет, сәлем, ұстаз болу. Ұстаз болу дегенде жи болсам да түсіндіре алмаймын. Бәлкім Дәулет сіз түсіндіре аласыз. Ұстаз болу оңай ғой. Таңертең тұрасың, жылы күртеңді киесің, сабаққа келесің, сабақтан шығасың, кофеңді ішесің, жұмыстан шығып үйге кетесің. Оп-оңай ұстаз болу деген. Десем қалай? Жарайды, бұлай болмайды. Ұстаз болу деген оқушымен тығыз байланыс орнату. Қарапайым іс болса да сәлемдесіп көңіл күйлерін сұрау. Елге деген махаббаттық патриоттық сезімдерін бойларына сіңдіру. Кішкентай ғана жүректерін ұстаған түрлеріне қараңыздаршы. Керемет емес пе? Абай атамыз адам бол деп айтқандай, оқушыларға маман емес, ең бірінші адам болыңдар деп тәрбие беру. Бүгінгі сабақ қашықтықтан оқытылады. Ұстаз болу, күннің суығына қарамай, оқушыларға білім беруге ұмтылу. Ұстаз болу, ол өскелең ұрпаққа үлгі болу. Ал үлгі болу үшін үздіксіз ізденіс үстінде болу. Ұстаз болу, ол болмасаң да ұқсап бағу. Бейсенбек Құранбек айтқандай, әрқашан аш болу. Ұстаз болу, тек өз салаңды емес, түрлі салаларды меңгеру. Ұстаз болу деген Стив Джобс сияқты ірі тұлғаларды қалыптастыру. Үлгі болу демекші, әлеуметтік желілерде де бой көрсету. Эйнштейн айтқандай, әрбір адам данышпан болады. Данышпан оқушыларды танып, бағыт көрсету, міне осы ұстаз болу деген. Ұстаз болу, білгеніңді үйрету. Тәжірибеңмен ұдайы бөлісіп отыру. Ұстаз болу, өзіңнің де оқушы болғаныңды ұмытпау. Дәулет мырза, ояныңыз. Сценарийді жазып аяқтап тастауымыз керек. Екінші бөлім. Таныстыру. Жарайды достар, соңғы рет болсын. Менің атым Сұраған Дәулет. Өзімді таныстырып өтейін. Мен Қараөткел IT мектеп-лицейінің жас маманымын. Математика пәнінен сабақ беремін. Мұғалімдіктен бөлек программалаумен әуестенемін. Және спортпен айналысуды да естен шығармаймын. Мен оқушыларға сабақ беріп қана қоймай, Целиноград ауданы бойынша мұғалімдерге тренермін. 2024 жылы тамыз айында функциялық сауаттылық бойынша курс оқыдым. Жасанды интеллект негізі цифрлық сауаттылық бойынша 3 күндік мастер-класс өткіздім. 2 рет курс Қараөткел IT мектеп-лицейінде өтті. Бұл жолы да 3 күндік мастер-класс өткіздім. Керемет кері байланыс алдым, түрлі тілектер болды. Құртырмастан бірнешеуін оқып берейін. Нобель сыйлығына ие бол. Нам повезло, Дәулет біздің топта. Тек мастер-класс өткізіп қана қоймай, мұғалімдерге арнап цифрлық сауаттылық және жасанды интеллект бойынша бірнеше видеолар түсірдім. Көргіңіз келсе, YouTube'тан Дәке Teach деп іздеп көріңіз. Менің өмірлік ұстанымым. Болашақ бүгіннен басталады. Еңбек жолымдағы жетістіктерім және қателіктерден қалай сабақ алғанымды айтып берейін. Мен ұстаздық еңбек жолымды Қараөткел нөмір 1 мектебінде бастадым. Тәжірибе жоқтан болар оқушыларымды олимпиадаға қатыстыруды ойламадым. Алайда оның орнын биыл оқушым Қабыкенов Арсен толтырды. Алтын сақа математикалық олимпиададан Целиноград ауданынан 3-ші орын алды. Және зерделі ақыл ой дамыту мектебінен 10% жеңілдікке ие болды. Тағы бір ерекше жетістікпен бөлісейін. Бұл Асылжан. Алдыңғы оқу жылында Асылжанмен Қазақ GPT алғашқы қазақша жасанды интеллект жобасын онлайн жасадық. Бізді жаңалықтардан, түрлі сайттардан хабарлады. Біздің жұлдызды сәтіміз болды. Достар, мынау 16 жастағы Асылжан деген бала, Қызылорданың жігіті, Қазақ GPT деген жасанды зият жасап шығарған. Қазақ GPT жобасын қазіргі таңда істеп отырмын. Дәулет Сұраған атты фаундер екеуміз қазіргі таңда Digital Алматыда стартап дистрикттің финалисті болып табыламыз және де өз жобамызды қорғап жатырмыз. Сол жобамыз арқылы Асылжан Астана IT университетінен грант жеңіп алды. Ал мынау Асылжанмен бірінші жолыққан кезім. 3-ші бөлім. Менің педагогикалық инновациялық идеям. Заман өзгеруде, оған мысал жасанды интеллект технологиясының дамуы. Жасанды интеллект тек бизнес, экономикаға әсер етпей оқу саласында да үлкен өзгерістер әкелді. ChatGPT моделін өздерінің Яндекс станцияларына қосуда. Бұл дегеніміз адам мен робот қарым-қатынасының жаңа деңгейі. Дәл сол себептен мен мұғалім ретінде дәстүрлі оқыту моделін жаңа модельге көшу бойынша идеяны іске асырудамын. Мұғалімдіктен бөлек бағдарлама әзірлеумен айналысқандықтан
подкаст, ТТЦ мәтінді сөйлеуге түрлендіру Telegram ботын жасадым. Сәлеметсіздер ме? Тақтаға шығады. Бұл бот арқылы мұғалімдер өздерінің сабаққа керек қалаған мәтіндерін жиі арқылы тегін сөйлете алады. Бұл функцияны 3 тілде қолдануға болады, яғни қазақ, орыс, ағылшын тілінде. Қазір мұғалімдер бұны ашық сабаққа, әсіресе тіл әдебиет мұғалімдері пайдаланып жүр. Алдағы уақытта толық 2 мұғалім не көмекші ретінде бұл идеяны дамыту ойда бар. Екінші идея ол сабақты ұйымдастыруды жасанды интеллекті қолдану. Сабақта веб-камера арқылы сыныптың бет әлпетін танып, оқушылардың жай күйін бақылай аламыз. Сабаққа қатысқан оқушылар саны және қатыспаған оқушылар санын автоматты түрде есептеп береді. Онымен қоса тақтаға шығатын оқушыларды өзі таңдап береді. Жасанды интеллект онлайн күнделікпен байланысы болады. Сол себепті де оқушылардың үлгерімімен таныс. Топқа бөлгенде қатысқан оқушылар және бағалары бойынша бөледі. Математика мұғалімі екінші жағынан қазіргі оқушылар визуал болғандықтан Blender сияқты 3D бағдарламалары мен формулалардың анимациясын жасаймын. Мысалы, қысқаша көбейту формуласын жасаған анимацияны бейнеден көре аласыз. Тек қана анимациямен шектелмей, алдағы уақытта арнайы математиканың тақырыптарын түсіндіретін платформа жасау ойда бар. Мен әріптестеріме арнап, арнайы чат-ботын жасап жатырмын. Мұғалім GPT деп аталады. Мұғалімнің уақытын үнемдеп, кейбір жұмыстарын автоматтандыруға мүмкіндік береді. Мысалы, жоспар, ғылыми жоба, авторлық бағдарлама жазуда көмекшіңіз болады. Керек десеңіз тест жасап, оны тексеріп, өзі бағалай алады. Сіз айтқан болашақ осы, және менің инновациялық идеям осы болашақты көркейтуде.